Сәлем, мен бүгін сіздерге Camtasia Studio бағдарламасы туралы айтатын болам. Бұл бағдарлама бізде өз бейне сабақтарыңызды жазуға немесе экранды түсіруге көмектесетін бағдарлама. Негізінде әртүрлі көптеген бағдарламалар бар, видео өңдеуге арналған, түсіруге арналған экраны, бірақ соның ішінде ең қарапайымы, ең оңайы бізде Camtasia немесе Camtasia Studio. Бұл жерде біздер запись дейтін кнопканы басамыз. Запись дейтін кнопканы бассаңыздар, яғни мына жерде қазір запись жүріп жатыр, яғни Camtasia туралы бағдарламаны Camtasiaның өзімен түсіріп жатырмын. Видео, аудио қосылып тұр, қазір арнайы әртүрлі баптаулар жасауға болады. Негізгі интерфейс бойынша өтетін болсақ, бізде файл бөлімде, яғни осы проектке қосатын, жобаға қосатын әртүрлі файлдар. Менде қазір арнайы жазылған фрагмент бар, сол фрагментті біздер қазір таймлайнға, жолаққа қосып көрейік. Қарайық, бізде қазір жолаққа қосылды. Дауысы барлығы шығып тұр. Қараңыздар, бұл жерде камерамен қазір дыбыс бірге тұр. Әзірге бірге тұра берсін. Камераның бейнесін үлкейтуге болады. Немесе кез келген орынға қоюға болады, өзіңізге арнап бөлек. Бұл жерде тағы да басқа файлдар қосқыларыңыз келетін болса, импортировать файл кнопкасын басып, әрмен қарай тағы да басқа файлдарды қосуға болады. Менде қазір қараңыздар, background, яғни фондық музыка, және сонымен қатар экран және камера, және дыбыс осы камерамен бірге. Әрмен қарай бізде библиотекада әртүрлі библиотекалар жасауға болады. Бұл библиотекаларды арнайы Camtasiaның ресми сайтынан да алуға болады, және басқа да библиотекаларды қосуға болады. Примечание бөлімінде бұл жерде әртүрлі ескертпелер көріп тұрсыздар. Өте көптеген түрлері бар. Ескертпелерді қоюға болады екен. Мысалы, ескертпенің біреуін қазір қойып көрейік. Мысалы, мына жерде бұл кнопканы басу керек болсын. Ctrl A. Бір жерге бір ескертпе жасайтын болсаңыздар, Ctrl A дейтін кнопканы басу керек. Мысалы, мына жерде. Әрмен қарай бұл кнопканың басудың ұзақтығы, қараңыздар, бірнеше миллисекунд болу керек. Қазір ұзартқыларыңыз келетін болса, осы жолақшаны тартып немесе жылжытуға болады жан жаққа. Айтатын болсақ, фондық музыкамен бірге жүріп жатыр. Әрмен қарай переход бөлімінде бізде әртүрлі екі файлдың бірлескен жерлерін, екі фрагменттің бірлескен жерлерін біріктіруге болады, яғни мынада әртүрлі алмасулармен. Мысалы қарайық, ол үшін бізде қазір мына екі жолақтың біреуін экранды біздер әзірше бөліп көрейік. Бөлу үшін сол бөлетін жолағыңызды белгілейсіз, және мына жерден бөлу батырмасын басуға болады, немесе S кнопкасын басуға болады. Бұл жерде қараңыздар, екі фрагмент қазір бөлінді. Бұның орындарын алмастыруға, немесе тағы да басқа алып тастауға, мүлдем өшіріп тастауға болады. Мысалы, белгілейсіз, және delete бөлімін батырмасын басатын болсаңыз, бұл өшіріледі. Ctrl-Z, бұл бізде кейін қарай қайтарады. Енді осы бөлінген екі аралыққа белгілі бір ауысым қоюға болады, яғни мысалы, бұндай алмасатын. Ол үшін бұны аласыздар да, осы екі біріккен жерге тастайсыздар. Нәтижесінде көрдіңіздер, екеуі алмасты. Тағы да әртүрлі бұл жерде алмасулар бар, алмасуларды қарауларыңызға болады өздеріңіз. Әрмен қарай поведение, бұл жерде белгілі бір фрагменттің немесе облыстың көрінуі, немесе шығуы деп айтсақ болады. Мысалы, қазір Ctrl-Z дейтін біздегі жаңағы примечаниеміз белгілі бір, мысалы, назар аудару үшін ол белгілі бір поведение қосайық. Енді нәтижесін қарайтын болсаңыздар, көрдіңіздер. Бұл жерде енді мына жақтан свойствосы, яғни қасиетінен әртүрлі стильдерді таңдауға болады, секіру, көптеген әртүрлі баптаулар бар, қарауларыңызға болады. Анимация бөлімінде бұл жерде анимация жасауға болады, яғни белгілі бір фрагментті жақындатуға, немесе тағы да қосуға, масштаб беруге болады. Және сонымен қатар белгілі бір облыстарды немесе фрагменттерді анимация қосуға болады. Мысалы, екі фрагментті белгілейік мына жерден, және бұған бір наклон право деген қосайық.
яғни қазір менде мына белгісінде сонда менде белгілі бір анимация қосылды. Осы анимация белгісіне келген кезде көрдіңіздер, белгілі бір анимация қосылды. Әрмен қарай эффект указателі беруге болады. Бұл жерде қазір менің дыбысымды естілу үшін фондық музыкадағы дыбысты түсірейік. Бұл жерде батырмаға біздер белгілі бір эффекті жасауымыз болады, яғни подсветка тағы да басқа. Көрдіңіздер, қазір тышқанның түсі бізде сарымен боялып тұр. Әрмен қарай речевые сопровождение жасауға болады, яғни белгілі бір фрагментті алдын ала тек дыбыссыз түсіріп алып, және соны былайша айтқанда комментирование жасауға болады. Бұл жерде начать запись голосына басасыз, әрмен қарай запись жүреді. Менде қазір бірге жүріп жатыр, сондықтан мен бұны жасамаймын. Сонымен қатар звуковой эффекті жасауға болады. Бұл жерде қараңыздар, менде қазір камера мен звук бірге. Мен оны бөлу үшін оң жағын басатын болсам, delete audio add video дейтін шығады, соны басамыз. Енді қараңыздар, аудио менде қазір бөлек жолаққа, таймлайнға, және бізде камера бөлек жолаққа түсті. Аудионың үстіне басып, біздер әртүрлі эффектлер жасауға болады. Мысалы, удаление шумов, яғни басқа бір дыбыстар жазылатын болса, мұны осыған әкеліп, жай ғана тастай қоямыз. Бұл жерде тағы да баптаулардың қасиеттерін келтіріп жасауға болады. Сонымен қатар бұл жерде выравнивание голос, яғни тегістеу, былайша айтқанда жасауға болады. Яғни бір жерде қатты, бір жерде жай жасайтын болсаңыздар, қатты айтылған дыбысты түсіреді, жай айтылған дыбысты көтереді. Немесе мына аудионың үстіне басып, бұл жерде біздер дауыстың естілуінде көтеруіміз болады. 100%-тен 200 немесе тағы да басқа әртүрлі пайыздарға көтеруге болады. Өте қатты көп көтерудің қажеті жоқ. Бұл кезде дыбыстың сапасы нашарлай бастайды. Сонымен қатар қазір фондық музыка менде өте қатты естіліп тұрған сияқты. Мен бұны дыбысын жайлату үшін 14%-ға қойдым және қойдым. Тыңдап көрейік. Сонымен қатар бізде нарастание громкость және уменьшение громкость бар екен. Бұл жерде біздер қараңыздар, белгілі бір тректер басталған кезде, аудио тректер басталған кезде басталу ырғағын және біткен кезде бірден бітіп қалмас үшін біздер нарастание громкость қойымыз болады. Мысалы, фондық музыкаға бұл жерде автоматты түрде қалай басталатындығын қосып. Бұл жерде енді қазір көрінбей тұр, өйткені мен дыбысын басқандықтан. Көріңіздер, одай арнайы нүктелер пайда болады, сол нүктелерді жылжытсаңыздар болады. Сонымен қатар скорс клиппо дейді. Енді бұл бізге керек, сіздерге керек емес пе білмеймін. Бұл бізде жылдамдатуға арналған қасиет, яғни жай сөйлеп, оны әрмен қарай тез жылжытуға болады. Мысалы, қазір көрейік. Аудионың үстіне қоямын. Так, бұл жерде менде қазір скорс клипподы көріп тұрсыздар, 1-мен тұр. Мұны 2-ге қоятын болсам, және тыңдап көретін болсам, көрдіңіздер, Чарли Чаплин. Так, қайтадан 1-ге қояйын. Бұл жерде егер жылдамдататын болсаңыздар, 2-ге қоюдың қажеті жоқ. 1.05, 1.010 бұл бізде жақсы. Әрмен қарай кеттік, визуалды әртүрлі түрлі эффектлер жасауға болады. Жаңағы камераның жылдамдығын да арттыруға болады, немесе тағы да әртүрлі біздерде визуалды эффекттер беруге болады. Мысалы, камераны мынадай визуалды эффект беріп көрейік. Так, қойылды ма? Бұл жерде қараңыздар, қазір менің бейнемді арнайы монитордың ішіне салып қойды. Арнайы керек емес эффектлер болатын болса, яғни байқаусызда қойылған немесе ұнамайтын эффектлер болатын болса, оларды алып тастау үшін мына ортасындағы батырмаға басамыз, және көрдіңіздер, қандай фрейм қосылғанда қазір көрініп тұр, белгілейміз және delete батырмасын басамыз.
интерактивность бұл жерде сіздерге қажет емес шығар деп ойлаймын. Бұл жерде арнайы викториналар қосуға болады. Сонымен қатар бізде надпись бар екен, яғни белгілі бір жерге өздеріңіздің сөз тіркестеріңізді қосатын болсаңыздар, онда добавить надпись. Және мына жерге жазамыз. Мысалы Camtasia. Camtasia. Бұл жерде көрдіңіздер ғой, надпись қалай қосылады. Бізде арнайы бөлек тулда таймлайнға түседі, және өзінің көріну аралығы бар бұның да. Көрдіңіздер ғой. Қазір мына жерде ойнап жатыр. Бұны да ұзартып созуларыңызға болады. Және сонымен қатар бұның әртүрлі қасиеттері мына жерден баптауға болады екен. Мысалы ортаға немесе шекке, тағы да басқа әртүрлі эффекттер. Енді барлығын қараған сияқтымыз. Және қараңыздар, мысалы белгілі бір фрагменттер сіздерге ұнамайтын болса, оны қалай алып тастауға болады. Мысалы белгілі бір жерде артық сөз айтып қалдыңыз, немесе артық қимыл жасадыңыз, оны алып тастау үшін сол аралықты барасыз. Бұл аралықты былай белгілеп те алуға болады. Қараңыздар. Немесе бұл аралықты белгілемей-ақ сол басталған жерінен қиюларыңызға болады. Басталған жерінен қиюыңызға болады. Ол үшін жаңа біздер білеміз, мына батырманы басуымызға болады. Және келесі екінші аралыққа қоясыздар да, бұл жерде де сол батырманы басасыздар. Сол батырманы басасыздар, мынадай бір аралық шығады, бұл жерде бұл аралықты өшіріп тастасаңыздар болады. Маған қазір ештеңе қиюдың қажеті жоқ, сондықтан барлығын орнына келтірейін. Сонымен қатар бұл жерде біздер әртүрлі библиотекалар бар дедік. Мысалы, қараңыздар. Мынадай мысалы библиотека менде қазір қосылып тұр. Яғни видео біткен кезде менде мынадай бітеді. Өте жеңіл, оңай, керемет бағдарлама. Енді бұл жасаған проектімізді біздер видеоға айналдыру үшін бұл жерде вывод дейтін бар. Және локальный файлды басамыз, немесе YouTube-ға бірден жүктеуге болады, немесе тағы да әртүрлі сервистерге жүктеуге болады. Бұл керек әзірге локальный файл. Бұл жерде мына жақта арнайы таңдауға болады, қандай форматта сіздерге керек. Маған қазір өзімнің форматым керек, MP4. Көп баптауларды қозғаудың да қажет жоқ, по умолчанию тұратын болса, олар жақсы. Так, әрмен қарай қай жерге сақтайтындығын көрсетесіз, және готовы батырмасын басатын болсаңыз, осы видео сіздерде, осы проект видеоға айналып шығатын болады. Әзірге маған бұл керек емес, сондықтан мен әзір сақтамайын. Назарларыңызға рахмет.